Қайырлы күн достар, химия 8-ші сынып, химия элементтердің периодтық жүйесі бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың екінші нұсқасын қарастырамыз. Бірінші нұсқасы каналда 4 немесе сілтемесі көрсетілген комментарий бөлімінен де сілтемеге өтсеңіз болады. Осы мақсатта көрсетілген тапсырмаларға көшейік. Бірінші тапсырма: элементтердің келесі қатар берілген тұжырымдар мен химия элементтер арасында сәйкестікті анықтаңыз. Так, элементтің 6 электроны бар, ол 6-шы орналасқан көміртек. Жауап Е. Элементтің 7 нейтроны бар, ол массасы 14, реттік нөмірі 7 болатын азот, 14-тен 7-ні алған кезде 7 нейтрон қалады. Жауап С. Элементтің 5 энергетикалық деңгейі бар, ол 5-ші периодтың элемент екенін білдіреді. Ол аргентум күміс. Жауап А. Элементтің протон санының мәні 3-ге тең, ол 3-ші элемент литий. Д. Және элементтің соңғы энергетикалық деңгейінде 3 электронның болуы 3-ші топта орналасқан элемент екенін білдіреді. Ол алюминий. Жауап Ф. Келесі тапсырма. Берілген кесте бойынша дұрыс жауаптарды анықтаңыз. Период бойынша және топ бойынша берілген. Және мына жерде солдан оңға қарай деп көрсетілген, жоғарыдан төменге қарай деп көрсетілген. Мұқият боламыз. Энергетикалық деңгей саны период бойынша солдан оңға қарай, яғни солдан оңға қарай энергетикалық деңгей саны жоқ, өзгермейді периодта. Дұрыс жауабы А. Топ бойынша энергетикалық деңгей саны жоғарыдан төменге қарай арта береді бір энергетикалық деңгейге. Сонда бірде А және Д. Енді сыртқы энергетикалық деңгейдегі электронның саны. Сыртқы энергетикалық деңгейдегі электронның саны, ол топ нөміріне сәйкес, сондықтан солдан оңға қарай топтың сандары артатындықтан ол біреуге артып отырады. Ал сыртқы энергетикалық деңгейдегі электрон саны топ бойынша жоғарыдан төменге қарай ол тұрақты болады. Себебі негізгі топшада элементтерінде сыртқы энергетикалық деңгейдегі электрон сандары бірдей болады. Сонда екіде А және Д. Келесі. Берілген химиялық элементтердің қасиеттерінің периодты өзгеруіне байланысты тұжырымдардың бос орындарын қажет сөздермен толықтырыңыз дейді. Период бойынша солдан оңға қарай берілген, яғни период бойынша солдан оңға қарай дейді мына бағытта. Салыстырмалы атомдық масса. Енді қарайық, натрийдің массасы мысалы үшін 23, магнийдікі 24, алюминийдікі 27, кремнийдікі 28, фосфордікі 31, күкірт 32, хлор 35, аргон 40, яғни артып жатқанын көреміз. Артады. Атом радиустары. Атом радиустары мысалы литийдікі үлкен, бериллийдікі одан кіші, бор одан кіші, фтордікі бәрінен кіші. Сонда период бойынша солдан оңға қарай мына бағытта атом радиусы кемейді. Кішірейеді немесе кемейді. Так. Топ бойынша жоғарыдан төменге қарай сұрайды. Жоғарыдан төменге қарай деп сұрап тұр. Мынаны орындадық. Енді мынау. Топ бойынша жоғарыдан төменге қарай металдық қасиет. Металдық қасиет деген ол электронды беріп жіберуі. Литийдің атом радиусы кішірек, цезийдің атом радиусы үлкен барлығынан. Енді литий сыртқы қабаттағы электроны жақсырақ байланысқан, цезийдікі әлсізірек байланысқан. Сондықтан цезий оңай беріп жібереді өзінің электронын. Сондықтан топ бойынша жоғарыдан төменге қарай олар электрондарын оңай береді. Яғни металдық қасиет артады деген сөз. Артады. Оттекпен қосылысындағы валенттілігі ол топ нөміріне сәйкес. Мінекей топ нөмірлері. Валенттілігі жоқ, өзгермейді. Валенттіліктері ол бір валенттікті көрсетеді топ нөміріне сәйкес. Сондықтан өзгермейді немесе тұрақты. Келесі тапсырма. Химиялық элементтің нейтрон санының мәні 12-ге тең дейді. Нейтрон санының мәні 12-ге тең дейді. Бұл элемент ядролық реакторларда жылу тасымалдаушы ретінде қолданылады. Органикалық реакцияларда өршіткі, медицинада радиоактив изотоп түрінде қолданылады. Периодтық жүйеде орны және атом құрылысы тұрғысынан химиялық элементке сипаттама беріңіз. Енді нейтрон саны 12 болатын бізде екі элемент бар. Ол біреуі натрий, массасы 23-тен 11-ді айтқанда 12 нейтрон. Және магний, массасы 24-тен 12-ді айтқанда 12 нейтрон. Енді осының ішінде біз қараймыз, бұл элемент ядролық реакторларда жылу тасымалдаушы ретінде қолданылады. Значит, бұл натрий туралы айтып тұр. Демек, элемент натрий. Элементтің атомдық нөмірі сонда натрий 11-ші, значит 11. Периодтық жүйедегі орны 3-ші период, 1-ші А топша. Және атом құрамы натрий деген енді 11-ші және массасы 23, сондықтан 11 протоны бар, 11 электроны бар. 23-тен 11-ді айтқан кезде 12 нейтроны бар. Элементтен түсінген жайзаттың қасиеті, натрийдің қасиеті дейді, яғни натрий ол металдық жылтыры бар. Жұмсақ, белсенді металл. Сумен өте жақсы әрекет етеді деп жазуға болады. Келесі тапсырма. Берілген химиялық элементтерді табиғи ұялас топтарына топтастырыңыз және әр топты екі мысалмен толықтырыңыз дейді. Натрий бізде сілтілік металл, хлор бізде галоген, неон бізде гелий инертті газ, литий және бром галоген,
неон, инертті газ, рубидий, циклик металл, йод, галоген, криптон, инертті газ, мысалдар дейді. Енді циклик металл болу себебі сумен әрекеттесіп цикликтеді ғой, енді натрий, OH мысалы, литий, OH сияқты циклдер түзеді. Галогендер енді хлор 2, бром 2, йод 2 молекулалар 2 атомнан тұрады. Инертті газдар, олардың молекулалары 1 атомнан тұрады. Келесі. Кестеде бірінші топтың негізгі топша элементтерінің физикалық химиялық қасиеттері берілген. Литий элемент үшін бос орындарды толықтырыңыз. Литий дейді. Так. Литий деп литий. Таңбасы ли. Ашық металдық жылтыры бар. Бұның да металдық жылтыры бар. Металдық жылтыры бар. Сумен әрекеттесу әрине шабытты. Өте белсенді металдар ғой. Мінекей осы тапсырмалардың барлығына дискрет түрі бойынша барлығына 16 балл беріледі екен. Назарларыңызға рахмет. Сәттілік тілеймін.